Қайырлы күн баршаларыңызға, қалайсыздар? Сіздердің де пловтарыңыз менікі сияқты осылай түсі ақ емес, қоңыр, жылтырап, күріштері шашпалы, өте әдемі, дана-дана болып езілмей, былжырамай пісуін қаласаңыз, менімен бірге осы рецептпен дайындап көріңіздер. Парақшама тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Бізге осындай үлкен қызыл сәбіздер керек болады. 4-5 штуктай салсаңыздар болады. Менде бұл жерде үлкен болғандықтан 4-еу салдым. Осылай үлкендеу етіп турап аламыз. Шілей майда қиқа етіп турап тастамаңыздар. Қуырып жатқан кезде біздің сәбіздеріміз өліп кетеді. Сондықтан осылай үлкендеу етіп турасаңыздар болады. Өте әдемі көрінеді. Ол тамағымыз піскенше ішінде былжырап жоқ болып кетеді. Онда ол тамақты рахаттанып палау сияқты етіп жей алмайсыздар. Осылай мен көрсеткендей етіп турасаңыздар болады. Bir үлкендеу пияз саламыз ішіне. Онда үлкендеу етіп турай беріңіздер. Неге десеңіздер, біз қазір қоңыр етіп күйдіріп жатқан кезде, қуырып жатқан кезде бұл да жоқ болып кетпесін. Bir үлкен пияз саламыз. Қалауларыңызша ет, құйрық салсаңыздар болады. Қызып тұрған газымызге ішіне тамақ құятын ожаумен бір ожау май құямыздар. Жаңағы еттерімізді бөлектерге бөліп, құйрықтарымызды салып, екі жағыны бір тегісті етіп қызартып қуырып аламыз. Екі жағын кішкене қызартып қуырып алған соң, жаңағы бір штук туралған пиязымызды саламыз. Енді осы пиязымыз әбден суы тартылып, майға қиып, қызыл қап-қара түсті болып қуырылғанға дейін қуырастар 4 минуттай. Бірінші кішкене пияздың өзінің соғы шығады, соғынан кейін суы тартылып, жаңағы іштегі құйған майымыз қалады. Өзінің майына өте әдемі болып, қоңыр түсті қаралау етіп күйдіре берсеңіздер болады. Ол кезде арасында мен үлкен кеседе бір кесе және де бір сығым күріш салып алдым ыдысымызға. Осылай пиязымыз қоңыр болып күйу керек. Қараңыздар, сол кезде біздің палауымыздың, тамағымыздың, яғни түсі де өте әдемі болып шығады. Сәбізімізді салып, оны да енді жақсылап қуырып аламыз. 2-3 минуттай сәбіздің де өзі қуырылып, майға кішкене тұз сеуіп жібересіздер арасында. Тұзын байқап көріп тұрыңыздар. Аз болып қалса плов емес ол. Міне осылай өзі майға әдемі болып қуырылу қажет біздің тамағымыз. Енді үстіне 1 литр банкеде су құямыз. Кішкене толтырмастан. Почти 1 литр десек те болады. Енді жарты сағаттай қайнатамыз. Жаңағы тазалап алған күрішімізге үстіне 1 литрдай ыстықтау су құямыз. Қатты қайнап кетпеген, қол күйдірмейтіндей ыстықтау су болу керек. Сәл жылы болса да болады. 15-20 минутқа сол суда қалдырамыз. Кішкене өзі суға жібітіп тұруы қажет. Плов тамағымыздың сорпасы осылай қайнап шыққан соң астын кішкене жай етіп 15-20 минутқа қайнатып аламыз осылай. 15-20 минуттың ішінде қараңыздар, біздің күрішіміз кішкене суын тартып, өзінің кішкене күрішіміз ісінеді. Сол кезде пісу өте оңай болады. Енді күрішімізді алып, жаңағы сәбіздің үстіне салып аламыз, барлығын бір тегісті етіп. Біздің пловымыздың қап-қара болып шығудың себебі жаңағы алдымен етімізді қызыл етіп қуырып аламыз, сосын пиязымызды қоңыр етіп қуырып алуымыз керек. Сәбізді қуырған кезде де осындай өздерінің әдемі түстері болып шығады. Сол кезде тамақтарыңыз жаңағы аппақ болып адам жегісі келмейтіндей тамақ емес, өте аппетитный, менікі сияқты жылтырап, өте күшті керемет болып шығады. Көрдіңіздер, жаңа су құйған кезде күрішімізге батар-батпас болып тұру керек. Одан артық су құймайсыздар. Өз жаңағы сәбізді қуырып жатқан кезде құйылған судың өзінен одан артық су құйған жоқпыз. Астына кішкене қатты қоямыз. 5-10 минутқа өзі осылай сулар жайлап тартыла бастайды. Крышкасын жауып қойып арасында кішкене су тартылғанша осылай ортаға жинап аламыз. Енді қасықтың көмегімен немесе пышақтың көмегімен осылай 5-6 жерін осы қасықпен тесіп аламыз. Жаңағы сулардың сорпаларын өзіне тартып, арасындағы күріштері пісіп шығу үшін. Мына қараңыздар, уже су ішінде кішкентай ғана қалды. Тағы да ортаға әкеп осылай үйіп аламыз. Өте керемет. Қараңыздар, сәбіздері қатты езілмеген, әп-әдемі болып тұр. Сондықтан егер жаңа қуырып жатқан кезде майда турап тастағандарыңызда қазір мына жерде былжырап езіліп жатқан болатын еді. Жол кезде пловтарыңыздың, тамақтарыңыздың түрі аппетитный емес,
Осы біртүрлі болып қалатын. Енді өздеріңіз қалаған салаттармен, бірақ помидор, огурцы, пияз туралған осы өзіміздің бұрыннан келе жатқан салатпен өте күшті кетеді. Қараңыздар, біздің тамағымыз дайын болды. Күріштері езілмеген, еттері де жұмсақ болып піскен. Қараңыздар, қандай керемет, түсі де, реңі де барлығы күшті болып тұр. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Егер өткенде бір видео салған кезде жаңағы көпшілік сұраған болатын, плов тамағының рецепті бар ма, рецепт айтасыз ба деп. Сондықтан сіздерге баршамыз білсек те осы рецепті түсірдім. Менің еңбегімді бағалап, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Қараңыздар, еттері жұмсақ болып піскен, тура баламыз. Міндетті түрде жасап көруді ұмытпаңыздар. Менің балдарым, өзімізде, отбасымыздағы бүкіл адамның барлығы осы пловты жақсы көреді. Құдай қаласа келесінде енді тойда жасалынатын пловтың рецептін түсіретін боламын. Алдағы уақытта күтіңіздер. Тамағымызды легенімізге салып аламыз. Қараңыздар, өте әдемі жылтырап, қоңыр түс болып шыққан. Аппетитный да. Парақшама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Сіздерге міндетті түрде қуана ответ қайтаратын боламын. Менің парақшамда көрсеңіздер болады. Подписка жасаған соң міндетті түрде қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Сол кезде менің рецептерім шыққан кезде сіздерге бірінші болып сіздерге жаңағы уведомление SMS болып барады. Зұлхымардың асханасы сізге керемет рецепт шығарды деп. Сондықтан қоңырауша батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын, осымен біздің тамағымыз дайын болып қалды. Сіздермен бірге болған Зұлхымар, баршаңызға рахмет. Парақшамда тағы да көптеген рецептілер бар, көрсеңіздер болады. Нандардың, салаттардың, тәтті пирогтардың барлығы менің парақшамнан таба аласыздар. Ас болсын, баршаңызға рахмет.